Кайырлуу күн достор. Бүгүн биз өтө дәмдүү, өтө керемет болуп чыгатын пахлава дайындайбыз. Видеонун соңуна чейин караңыздар. Эң алдымен унумузду электен өткөзүп, оған разрыхлителимизди, кантымызды косуп жакшылап аралаштырып алабыз. Және бөлмө температурасындагы сары майымызды косуп, крошка жасап алабыз. Ендігі кезекте унумузга каймагыбызды, жумурткабыздын саарысын косуп, камыр ээлейтин боламыз. Мінекей камырыбызды ээлеп болдук. Осындай жумсак камыр чыгады. Колго жабыспайтын камырыбызды пакетибизге салып, bir жарым саатка холодильникке кое турамыз. Ендігі кезекте салмасына кірсеміз, сол үшін бізге 1 жаңағы керек болады. 400 грамдай, оның 50 грамдайы бетіне бүтіндерін теріп алатын боламыз. Қалғандарын салмамызға езіп майдалайтын боламыз. Жаңақтарымызды бөліп, тазалап, жуып болғаннан кейін, жаңа қамырдан қалған жұмыртқамыздың ағуызын ыдысымызға құйып, үстіне қантымызды салып, аппақ көпіршік болғанша жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаның ағуызын миксерлеп болғаннан кейін, жаңғағымызды қосамыз. Жаңғағымызды қатты майдалап жібермейміз, орташа болу керек. Соны қосып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. Үстіңгі, астыңғы және ортаңғы бөлік қылып, кішірек бөлігін ортаңғы бөлігіне алдын ала пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста. Қамырымызды пергамент қағаздың үстіне жайып, шанышқының көмегімен тескілеп шығатын боламыз. Ортаңғы бөлік қамырымызды пісіріп алғаннан кейін, пергаментке қамырымыздың астыңғы бөлігін жайып аламыз. Қамырларыңыз жабысып жатқан болса, кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар болады.
Астыңғы бөлік қамырымызды профилге жақсылап жайып, шет-шетін шығарып, жайып алатын боламыз да, салмамызды саламыз. Салмамызды 2 бөліп аламыз. Бірінші астыңғы бөлігіне саламыз да, кейін ортасын пісіріп қамырымызды салып, қалған бөлігін үстіне салып, қамыр бетін жайып, жабатын боламыз. Мінекей осылай видеодағыдай бақлавамызды жинап шығатын боламыз. Өстіп жинап болғаннан кейін жұмыртқамыздың сарыуызын бетіне жағып, кейін өзіміз кесетін формамен пышақтың көмегімен бетін ғана кесіп шығатын боламыз. Және бүтін жаңғағымызды үстіне қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей пақлавамыз да пісті. Пісіріп алған кезде ыстықтай бетіне бал немесе сироп жағып жылтыратып аламыз. Және де осы пышақтың көмегімен кескен узорларымыздың үстіне пышақпен кесіп шығатын боламыз. Ыстық кезінде кесіп шығамыз. Мінекей осылай дайын болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шықты. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын.